Отандық танымал әнші Бағлан Әбдірайымов өмірінде болған ауыр кезеңді еске алып, отбасын қалай сақтап қалғанын айтты. Шоу-бизнес жұлдызы құмар ойындарға тәуелді болып қалғанын келіншегіне ұзақ уақыт бойы айтпай жүргені белгілі болды. Бағлан Әбдірайымов әйеліне құмар ойындарына тәуелділігі туралы не себепті айтпағанын түсіндірді. Әнші отбасын сақтап қалу үшін жарына өтірік айтқанын жасырмады. Күйеуі құмар ойынға салынса, әйелі бірден үйден кетіп қалады. Бала шағаны жинап, қолын бір сілтейді. Өйткені ол кісінің болашақ көрмейді. Егер адам өзінің күйеуінің дұрыс емес жолда жүргенін көретін болса, бірінші кезекте бала шағасының тәрбиесін ойлайды. Өйткені ол күнде концерт қойса, көшедегі нәрселерін үйде жасайтын болса, күнделікті үйге проблема кіргізе беретін болса, онда шынымен де бала шағаның психологиясы бұзылады. Сондықтан кетіп қалудан басқа амал болмайды. Ал енді кейде әйел ер азаматының немен айналысып жүргенін білмей қалса, отбасыны сақтап қалуға болады. Өнер иесі құмар ойындарынан тапқан табысына үйге азық-түлік алуға да қорққанын жеткізді. Менің келіншегім құмар ойынға тәуелді болғанымды кейін білді. Ол кезде әбден қарызға батқан кезім еді. Тіпті отбасымды сақтап қалу үшін өтірік айттым. Мен ойнап жүрмін, күшті екен, мен бүгін ұттым деп айтсам жағдай басқаша болар ма еді? Бірақ тіс жарып ештеңе айтпадым. Болары болып, бояуы сіңгеннен кейін ауылдан әке-шешемді көмекке шақырдым. Кемшілігің бар болса, оны ешқашан үйде отырып айтпа. Кейде бұл нәрсе сені құтқарып қалады. Осы нәрсенің дұрыс емес екенін, табысы да дұрыс емес екенін білеміз. Осы дұрыс емес табыстан үйге бір нан апаруға немесе басқа бір ас апаруға қатты қорқатынмын. Осындай кішкентай ғана ниетім отбасымды сақтап қалуға септігін тигізген шығар деп ойлаймын, деді Әбдірайымов. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.